Бізде қонақта жастар орталығының үйлестірушісі, дене шынықтыру және өнер факультетінің 2-ші курс студенті Мерей Жастаев. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Олай болса сұхбатымызды бастайық. Қай жердің тумасысыз? Лепсі, Сарқанд ауданы Лепсі ауылының тумасымын, Лепсі станциясының тумасымын. Осы мамандықты таңдауыңыздың себебі? Адам өміріне бір диплом керек, сол диплом, осы диплом қылдырып, өзіме таңдаған Неліктен жұмыл? Өз қаламда, өзімнің туған қаламда, осы жерде, жақын жерде, үйімнің отбасымның қасында болу үшін Жетісу мемлекеттік университетін таңдадым. Құпия дарыныңыз бар ма? Құпия дарыным жоқ, барлығына мәлім болған өзім айтып бәрі біледі. Осы уақытқа дейін жеткен үлкен жетістігіңіз қандай? Үлкен жетістік деп мен байқау, фестиваль дегендерді санамаймын. Үлкен жетістік деген ол өзінің достарын таба білу, қорғанын таба білу деген ойлаймын. Өйткені мен қазір жетістікке жеттім. Қасында қорғандай достарым бар. Сондықтан да мен өте бір жетістікке жеткен, мақсатыма жеткен адам деп өзім санаймын. Сіз үшін ең керемет күн қандай күн? Ең керемет күн отбасының қасында болса, достарының жанында болса, ол өте керемет күн деп ойлаймын. Өзіңіздің 3 жаман, 3 жақсы қасиетіңізді атап беріңізші. Менің 3 емес, 5 жаман қасиетім бар, 1 жақсы қасиетім бар. Біріншісі, досқа адалмын, қалған бәрін айтпай қойайын. Адамның қандай қасиеттерін бағалайсыз? Адамның басты қасиеті ол адам болып келдім бе, адам болып қайту. Мен осы адамның бойында осы басты мәселе осы. Осыны мен жақсы қабылдаймын өзім. Үлгі тұтар адамыңыз кім? Үлгі тұтар адамым осыдан 2 жыл бұрын өмірден кеткен еді. Ол Дмитрий Хворостовский. Әлі күнге үшін үлгі тұтамын ол кісіні. Үлгілі болу үшін қандай болу керек? Үлгілі болу үшін өнер жолындағы адамдар айтады, 99% қарапайымдылық, 1% өнер. Сонда ғана сен өз мақсатына жетесің. Хоббиіңіз? Өлең айту. Балалық шағыңыздың есте қалған естелігі? Есте қалған естелігі 2014 жылдағы Текелі қаласының алтын шажа лагері. Ол сол кезде өте көп жақсы есте қаларлық сәттер көп болды. Қай ақынды сүйіп оқисыз? Мұқағали. Соңғы оқыған кітабыңыз? Соңғы оқыған кітабым есімде емес. Кітап немесе кино? Соңғы кином көрген ол буквально кеше ғана болды. Оны маған Алматы қаласында оқитын құрбым айтқан еді. Айла дочь войны деген кино. Қандай жанрдағы киноларды көресіз? Музыкалық жанрда. 5 жылдан кейін өзіңізді қалай елестетесіз? Бизнесмен, ақын, филантроп, плейбой. Өмірлік ұстанымыңыз қандай? Өмірлік ұстаным, жаңағын айтып кеткендей, адам болып келдім бе, адам болып кету. Сол басты менің өмірлік ұстаным. Үнемі жаныңызда жүретін 3 зат? Телефон, сумка, костюм. Ғашықтық сезімін қалай түсінесіз? Ғашықтық сезім деген ол әр адамға берілген зат. Байлық, кедейліктен басқа адамға, адамзаттың барлығына берілген зат ол ғашықтық сезім. Ол ғашықтық сезімді жүріп жүрген кезде байқалмайды, ол қиналған кезде байқалады. Ең алғаш неше жасыңызда ғашық болдыңыз? 18. Сіздің ойыңызша қазақ қызы қандай болу керек? Қарапайым, сыпайы, тәрбиелі. Осылай болу керек деп ойлаймын. Болашақ жарыңыздың білімі маңызды ма? Маңызды емес, өйткені егер де ол бір жақсы адамға, мысалға, өзімді жақсымын деп айта алмаймын. Әр адамда өзім бір жаман жақтар болады, ал егер де ол білімі маңызды болады деп ойламаппын. Өйткені бақытты болса болды ғой. Кіммен кездесуді армандайсыз? Елбасымен.
Қыз бен жігіттің арасында болатын достық қарым-қатынасқа сенесіз бе? Сенбеймін. Осыған мен қатты сенбеймін. Жігіттің бойында қандай қасиеттер болу керек? Намыс, патриотизм, жаңағы әке-шешесін жақсы көру, қасындағы жұбын жақсы көру, басты қасиеттер. Осы қасиеттер сіздің бойыңызда бар ма? Жартылай жоқ. Фобияңыз қандай? Жалғыз қалу фобиям. Достықта ең қадірлісі не? Бір-бірін сыйлай білу. Бір досым бар, қораңнан малың кеткенше, бір досым болады, кеуденен жаның кеткенше дейді. Арманыңыз? Арманым биік белестерден көріну. Сол басты арманым. Арманыңыздың орындалуына шын жүректен тілектеспін. Уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Сіздерге де рахмет.